Ескі модалы портфель. Қане, бұлай тұр жолымнан, деді Рүстем Рит, мығымсыған пішінмен мықынын тіреп. Бұлай тұрмағанда, не істей қояйын деп едің? Не істейтінімді өзім білем. Қане, 1, 2, 3 дегенді ұшқына айтты да, Рүстем Рит қорбаң етіп жалғыз-ақ қарғыды. Оның әр қимылын қалт жібермей қадағалап тұрған әдіс те қапы қалған жоқ. Сонан сатыр-сұтыр қуыспақ басталды да кетті. Кабинет ішінде дәл қазір өздері би, өздері қожа, шәй деп шалғайға жармасып жатқан ажар жоқ. Алыспай қайтсын. Әдіс бойы шағындау, сәштек сары, Рүстем Рит болса шаштары тікірейген, қалың ерінді, қара. Соған қарағанда өзінің күші де әжептәуір болуы керек. Мына түрімен уысына түссең, жуық арада босата қоймас. Парталарды айнала қаша жүгіріп келе жатқан әдіс кенет қалт тұра қалды. Қайрат көрсетіп, қаһарлы қараны қайырып тастамақ. Сонан қолына іліккен бір портфельді алып, бар пәрменмен жіберіп ұрған. Рит, тоқташы. Немене, жеңілдің бе? Деді Рүстем Рит екі иінінен ентіге дем алып. Тоқта, мұнау немене, ей? Немене болушы еді? Сені жалпаңнан түсіретін портфель деген осы. Тегізе алмаған өзіңнен көр. Енді мә. Бері қара, мұнау сенің лақтырғаның бір қызық нәрсе екен өзі. Қайдан таптың, ей? Жеңіліп бара жатса, өстіп бұлт етіп қарсыласының көңілін басқа нәрсеге аударып жіберу әдістің ежелгі тәсілі. Бірақ оған қазір Рүстем Риттің алдына қоятын түрі көрінбейді. Не шаруаң бар? Онан да сен жеңілдің бе, жоқ па, соны айтмаған. Оны қайтесің? Онан да бері қара. Мынау ма айтып тұрғаның? Онда тұрған не бар екен? Мә ендеше. Сонан екеуінің арасында әлі-берлі ұша бастаған, өзге емес, әлгі домаланған қоңыр портфель. Салаңдатып иыққа асатын бауы бар. Кейінгі кезде қала оқушыларының арасында мода болып кеткен сопақ сумкалардан өзгеше. Түр-тұрпаты бөлек мына қоңыр портфель лақтыруға ыңғайлы болып шықты. Екі бала, бір портфель, үшеу қосылып алып, кабинет ішін осылайша астан-кестен қылып жатқан кезде, безобразия деген өткір дауыстың құлақты жара саңқ еткен түскені, әдістің қолынан шыға берген қоңыр портфель нысанадан ауытқып барып қабырғаға соғылды. Аузы ашылып кетті де ақтарыла құлаған. Безобразие деп қайталады есікті керіп тұра қалған ақ құба қыз. Қою қастары түйілген сәтте жанарлары ашу ұшқынын шашып, әдемше өңі әп сәтте сұстанып үлгерді. Мұналарың не? Ей, сендердің, еше секцияға қатысамыз, спортшымыз дейсіңдер. Мұғалім сендерді дене шынықтыру сабағынан босатады. Жаңа ғана тазалап қойған кабинеттің быт-шытын шығарыпсыңдар ғой. Бұл не сұмдық? Не масқара? Давай, жинаңдар тез. Әдіс те, Рүстем Рит те ештеңеден оңайшылықпен ығыса қоймайтын балалар. Екеуі де біреу десе, мә деуге даяр. Шаңқылдаған дауысты құлақтарына да қыстырмай қисаңдағысы келіп еді, әдемше қыз бет бақтырған жоқ. Жолына сөйлеп жұқсыз жүгірмектерді кәдімгідей қуырып ала жөнелді. Қане, болды, сөзді қойыңдар, давай, жинаңдар мұнаның бәрін. Дене шынықтыру бітті, балалар келе жатыр. Қазір екеуіңді де Гүлнәр Телеовнаға айтып, орнына қойғызам. Өйдөйт деген, айта бер, немене бізді қорқады деймісің? Әй, әдіс, сен байқап сөйле, білдің бе? Гүлнәр Телеовна сенің мамаңды тағы шақыртады. Оқу жылы басталмай жатып, бұл не безобразия? Я саған өтірік соқпа, оқу жылы кеше басталған, содан бері білім қазынасына кірісіп кеттік, деді әдіс. Гүлнәр Телеовнаның дауысына салп үнін құбылды. Әй, мына шашылған портфель кімдікі? Қане, бәрін ішіне сал қайтадан. Рүстем, сал деймін саған. Салмаймын, оны шашқан мен емес, ана әдіс. Салсын өзі әдіс деп. Оны шашқан сен, ол портфель саған тию керек еді. Сен қозғалып кеттің де осы қабырғаға тиді. Ендеше оның шашылғаны сен кінәлісің. Мұндай құрғақ қалшаққа шыдап тәжікеге төзіп тұратын ажар ма?
класском болып сайланғаны кеше ғана айтқанын әлден тыңдата алмаса, мыналар ертең не істемек? Ойнақтап төбесіне шығып алмай ма? Әдісті жұлқылай сүйрелеп, портфельдің жанына алып келгені сондықтан. 5 жыл бойы бірге оқыған қыздың сыры өзіне мәлім. Әдіс айтқанды істеуге амалсыз бейімделді. Бұрылып қараса, класскомның желке жағына қарай ығысқан Рүстемрит қалың ернін қисайта күліп, мысқылдай қарап тұр екен. Қарашы, ей, өзі жинамайды, жинаған адамды мазақ қылады. Қазір көресің, деді ішінен. Енді орнына қой, деді класском қыз әлі де өктемси сөйлеп. Қайда қоям? Қайдан алдың? Сонда қой. Білмеймін қайдан алғанымды. Әй, осы портфель кімдікі, ей, деп Рүстемрит сөзге араласты. Қай Мәмбет мұны ұстап жүрген? Тоқта, бері әкел, деді қыз қолын созып. Мынау шынында да колхоздан келген біреудікі ғой. Осындайды портфель ұстай ма екен? Тоқта, мен білдім. Бұл әлгі бізге жаңадан келген қыздың портфелі ғой. Қай қыздың? Бізге жаңадан бақандай 4 қыз келді ғой. Бірақ ешқайсысы жарамайды маған. Ана бір емейген қыз бар емес пе? Кім еді фамилиясы? Мынау тура соныкі, кеше байқағам. Иә, фамилиясы Бидайбекова. Екі бала да Бидайбекованың кім екенін аяқ астынан естене түсіре алар емес. Ана бір қыз ғой, жоқ ол емес, деп өзара дауласуға айналған кезде барып, мә, орнына қой, деді класском портфельді әдіске ұсынып. Ол мына жерде отырады. Портфельді лақтырғанды білесіңдер. Оның кімдік екен білмейсіңдер. Безобразие. Бүкіл мектеп ауласын жаңғырта соғылған қоңырау даусының нәтижесі жалғыз-ақ асыр салып ойнап жүрген оқушылар сыртқы есіктен ішке қарай кимелесе ұмтылады. 6 класс оқушылары да өз кабинеттеріне таласа, тармаса кіріп жатыр. Олардың соңынан ілесе мұғалім апай да көрінді. Бәрі жапырлай орнынан түрегелген. Әне, деді әдіс артындағы Рүстемритке қырындай бұрылып. Немене? Әлгі модный портфель, әне, ана қыздікі. Рүстемрит кір тиген етті қабақтарын көтере, әдіс нұсқаған жаққа қадала қарады. Түр-түсі жұпынылау, жүдеу пішінді қыз екен. Бір көргенге өңі бозғылдау, екі иығын тоңған адамдай алдыға қарай бүкшитіп, қыбыр етпестен мұғалімге қарап қатып қалыпты. Өзге қыздардан бір айырмашылығы тып-тығыз етіп өрген кәдімгі бұрымы бар. Екі бала өзара жымың ете түсті де кабинет ішін жаңғырықтырып, кеңкілдей күліп жіберісті. Сабақтан қайтқан оқушылар ілгерінді кейінді мектеп ауласынан сыртқа қарай беттеген. Қасындағы құрбыларына ақыл айтып келе жатқан Ажар кенет алдындағы жаққа қадала қарады да, мә, мынаны ұсташы, деп сумкасын қасындағы құрбысына бере салды. Сол екі арада әдістің оғаш қимылы көзіне түсіпті. Әдіс бір қыздың қолындағы портфелін жұлқылап жатыр екен. Дегенше болған жоқ, портфелді аспанға атып, қақпа қылығып ойнап бастады. Мынадай көпе көрінеу зорлықты көріп тұрып қалай шыдарсың? Құрбыларын тастай салып, Ажардың алға қарай тура ұмтылғаны содан. Әй әдіс, тоқтат мына бассыздықты, деді қыз орысша айқайлап. Өзі қазақ класында оқыса да, ашуланған сәтте өстіп еріксіз орысшалап кететіні бар. Бірақ класском айтты екен деп, айылын жияйын деп тұрған тәштек сары байқалмайды. Портфелді қақпа қылдаған күйі ары қарай қашып барады. Ашуға бір мінсе Ажарды тоқтату қиын. Зыр жүгірген күйі сотқар баланы әп-сәтте-ақ қуып жетті. Қуып жетті де қапысын тауып қолындағысын қағып жіберді. Тамам, баланың көзінше қызбен алысып жатуға арланды ма, әдіс қарсыласа кеткен жоқ. Тілмен жағына сүйеніп істеген қылығын қалжыңға сайып жатыр. Бидайбекова, мә портфелің, деді Ажар батылсыздау басып қасына таяған жүдеу қызға. Неге бересің? Бидайбекова, портфеліңді неге бересің деймін? Өзі ғой, немене өзі ғой алып қойған. Мен артта көріп келе жатырмын ғой, әдіс бір-екі тартып еді, сен бере салдың. Неге бересің? Өзіне қадалған көздерден қымсынды ма? Бидайбекова ернін жымырып төмен қарады. Сәл ғана сепкіл себілген жүдеу пішіні лезде қызарып шыға келіпті. Класском қыздың жұрт көзінше қадай айтқан ақылын сол ернін жымырған қалпы үнсіз тыңдады. Өзін жәбірлеушіден арашалап алған адамға алғыс айтуды да қажет деп таппаған сыңайлы. Әдістің бүгінгі жасаған екі түрлі тәртіпсіздігін бұлайша қалдырмайтынын, Гүлнәр Телеуовнаға айтып, жиналысқа салатынын, қадай
хабарлады да ажар құрбыларымен ілгері озып кетті. Жұрттан бөлініп, оқшау қалған Бидайбекова олардың соңынан жасқанған түрмен ілби басып ілесіп келеді.